Неге көбісі бұл жайлы айтқысы келмейді? Именно кейбір еркектердің гендер партидегі ұсқынсыз әрекеттерін, именно болашақ бөбелерінің қыз болатынын білгенде. Мысалы, міне мына видеода екеуі бірдей кексті тістейді. Ішінде розовый түс болып шықты. Мамасы мәз, ал папасының түрі бұзылып кеткен. Әкесі әлі туылмаған қызын уже жек көреді. Тиктокта бұндай видеолар өте көп. Тортты кесіп, бөбенің қыз екенін біліп, мамалары қуанып тұрады да, ал еркектерге не болған? Тіпті әйелінен жиіркеніп, итеріп жіберетіндері де бар. Бұлар ерунда даже айғайлап жынданатындары да бар. Так, енді главный сұрақ неге? Давайте сол еркектердің не деп ақталатынын естіп көрейік. Маған наследник керек дейді. Сенің кредиттерінің наследнигі ма? Ұрпағымды жалғастыруым керек дейді. Осы әңгімеші. Қыз туылса да, ұл туылса да уже сенің ұрпағың жалғасып жатыр деген сөз. Екеуінде де сенің қаның. Осы дамыған 21 ғасырда әлі қаншама еркек білмейді. Қыз немесе ұл туылы толықтай еркектің өзіне байланысты. Еще туылған қыздың атын ұл бірдеңе деп қоятындары ше. Тура негізі біз сені қаламадық, мейлі енді амал жоқ дегендей. Кейде осы үшін кәдімгідей ашуым келеді ше. Мейлі, мен өз ойымды айттым, енді сіздер де өз ойларыңызбен комментарийде бөлісіп кетіңіздер. Диананың қызықтарына жазылып алыңыздар. Мақұл?